Ассалаумағалейкум. Алтын қолыңызды қалай пайдалану керек жайында көпсі сұрай берген соң арнайы осы видеоны түсірдім. Ертең таңертеңгісін аш қарынға бірінші күні тамақтанардан бір 2-3 минут 5 минут алдын бір үштігін алып қанттарын жұлып тастап ұнтақтап жылы сумен ішесіз. Мұздай су, айран, спиртный ішпесеңіз болды. Бір үштік ішкен күні кешкісін ешқандай әсер болмаса, ертесіне сразу үшеуге көтеріңіз. Ал егер қандай да бір әсер болып жатса, маған WhatsApp-қа жазыңыз, немесе хабарлассаңыз болады. Одан кейінгі күндері уже әсер етті, етпегеннен қарайсыз. Әсер беріп жатса, в основном енді көбісінде зәр арқылы тазала бастайды, қайта-қайта туалетке жүгірді деген сияқты. Ондай жағдайларда шошудың қажеті жоқ. 1-2 штук төмен түсіріп қойыңыз. Мейлінше жылы су көп ішіңіз, ношпа, кетанов сияқтыларды ішіп алыңыз, егер қатты шыжытпай бара жатса. Ал егер қалыпты жағдай ешқандай әсер бермей жатса, тағамда санын арттыра беріңіз. Оның еш зияны жоқ. Асқазаныңызда язва болмаса болды, самое главное. Және де мен алдыңғы видеоларымда айтып кеткендегідей 18-19 жасқа ер азаматтарға қолдануға болмайды, одан асқан болса бола береді. Осы алтын қолыңызды қолданып жатып, бір апта ішіп 5 күн демалуыңыз керек болады. Сұрақтар туындап жатса, сразу WhatsApp-қа жазыңыз, мен сізге жауап беретін боламын.